Сәлем Құралай, Сәлем, қалың қалай Гүлназ? жақсы өзің қалайсың? Жақсы, рахмет. Сәлем достар, бүгін біз логикалық модель және оны қалай өлшеуге болатыны туралы айтып кетеміз. Яғни үкіметтік емес ұйымдарда, әлеуметтік жобаларда ресурстар, әрекеттер, нәтижелер және олардың арасындағы байланысты түсіну және гипотезалар туралы айтып кетеміз. Неге гипотезаларды тексеру маңызды әр әлеуметтік жобада. Сол үшін бұл тақырыбымыз, алдыңғы тақырыбымыз Theory of Change, теориялық өзгерістер тақырыбымен негізі кішкене ұқсас, бірақ бұл тақырыпта кішкене тереңірек үңілеміз. Сіздің әлеуметтік ұйымыңызда немесе жобаңызда қандай ресурстар бар, қандай нәтижелерге жететініңізді және қандай әсер тигізгіңіз келетіні туралы сөйлесеміз. Сондықтан ең бастысы негізі Құралай осы гранттарға заявка жіберген кезде кейде сұрап жатады, сіздің логикалық моделіңіз бар ма деп. Көп әлеуметтік ұйымдарға бұл түсініксіз болуы мүмкін, бірақ та ең бірінші базалық түрде логикалық модель дегеніміз не екенін түсіндіріп кетсең, және де оның қандай маңызы бар, және ішінде қандай компоненттер бар екенін айтып кетсек, қалай қарайсың? Жақсы. Негізі логикалық модель менің ойымша жаңа біз өзгеріс теориясынан кейінгі келетін логикалық тақырып деп ойлаймын. Өйткені ол бізге жаңағы ұйымның немесе жобаның жұмысын тереңірек тиімді түсінуге көмектесетін келесі бір құрал деп айтуға болады, және ұйымның өзіне тиімді нәтижеге үңіліп жұмыс істеуге көмектеседі деп ойлаймын. Егер логикалық модель не деген сұраққа жауап беретін болсақ, бірінші мезетте ол әлбетте құрал, ол сіздердің ресурс, активити, сіздердің нәтижелеріңіз, өнімдеріңіз, жеткізгілеріңіз келетін әсерлеріңіздің ортасындағы себеп салдар линиясы деп айтуға болады. Ол сіздердің жобаларыңызды құрылым жағынан көрсетуге көмектесетін сондай бір кесте деп айтуға болады. Егер оның ішінде құрылым туралы айтатын болсақ, ол кезең-кезеңнен тұрады және бірінен біріне өтіп сипатталады. Мысалы, бірінші логикалық модельді жазып бастаған кезде сіздер өздеріңіздің қандай ресурстарыңыз бар екенін жазу керексіздер. Ресурс деген не дегеніміз? Ол әлбетте бірінші мезетте ол команда, сандық сапалық тұрғыдан, оның қандай компетенциясы бар, қандай функционалды орындай алады, орындалмайды, соны түсіну керексіздер. Екінші әлбетте ол материалды ресурстар, ол сіздерде қандай қаражат бар, қандай білмедім жаңағы лаптоп, тіпті жаңағы ғимараттар, соның барлығы материалдық нелерде жазасыздар. Біз жерге сіздердің жаңағы серіктестіктеріңіз де кіреді, өйткені ол да сіздер қолданылатын ресурстарыңыз, сіздер қандай коллаборация жасау мүмкіндіктеріңіз бар және тағы да басқа. Бұның барлығы ресурс, сіздердің бір капиталдарыңыз деп айтуға болады. Бұдан ары қарата сіздер сипаттайтын дүние ол активитилар. Активитилар дегеніміз сіздер жәнегі сіздерде бір өзгеріс теориясы бар ғой, сіздер бір нәтижеге жеткілеріңіз келеді, бір өзгеріс жасағыңыз келеді. Соны істеу үшін қандай активитилар жасайсыздар? Бұл жерде жаңағы сіздер мүмкін тренингтер жасайсыздар ма, іс-шара жасайсыздар ма, capacity building жасайсыздар ма? Бұл жерде барлық сіздердің жасайтын іс-әрекеттер, активитиларыңыз. Соны жазасыздар. Келесі бұдан кейінгі тек қана осындай тренинг өткіземіз, мынандай іс-шара жасаймыз деп қана қоймай, ол нәрсе өткеннен кейін бірден көзге түсетін нәтиже қандай, аутпут қандай. Мысалы, 100 адам қатысты, осыншама баланы қамтамасыз ете алдық, осыншама тренинг өткізе алдық, бірден сіздер көре аласыздар, соны жазасыздар. Одан келесі сіздердің жаңағы алатын нәтижелеріңіз қандай. Мысалы, нәтиже дегенімізде бұл жерде мысалы 100 адам жақсы тренингке қатысты, олар қандай дағды алды, олар ол тренингтен кейін ол адамдармен не болды. Мысалы, цифрлық сауаттылықтың 3-ші деңгейіне 70% бала жетті. Бұл жаңағы осы қысқа мерзімді нәтиже деп айтуға болады. Біз бір мезетте алатын нәтижеміз бар, жаңағы іс-шарадан кейін, бірден, одан кейін жаңағы қысқа мерзімді немесе орта мерзімдегі нәтиже. Және ең ақырғы жағын импакт деп айтуға болады. Ол сіздер қоғамға немесе аудиторияңызға әкелетін әсер, өзгеріс, мысалы ол жаңағы білім деңгейінің жоғарылауы, диджитал литерасидің
жоғарылауы, криминогендік деңгейдің төмендеуі деген секілді бір үлкен жүйелі әсер, иә, сіздердің жұмыстарыңыздан ұзақ мерзімдегі келетін бір өзгеріс деп айтуға болады. Қысқа сөзбен айтқанда, ол осындай бір кесте. Неліктен бұл кестені жасаған ыңғайлы? Бұл сіздердің барлық жәнегі жолдарыңызды нәтижеге фокус жасатқызып, тиімді қылып көрсете алады. Бір үлкен картинада өздеріңізге пайдалы. Біз мынаны не үшін жасап жатырмыз? Біздің қолымызда не бар? Осы қолымызда бар дүниеден біз не жасай аламыз? Ол бірден бізге, біз одан бірден қандай нәтиже аламыз? Ол қандай ертең қысқа мерзімде нәтижеге келеді, қандай әсер келеді деген секілді, жай ғана осыншама іс-шара жасайық, тренинг жасайық деп емес, нәтижеге фокус арқылы өздеріңіздің тіпті майндсет, ойлау, жобаңызға деген көзқарасыңызды өзгерте аласыз деп ойлаймын. Рахмет, Құралай. Негізі күшті түсіндіріп бердің. Көп негізі ұйымдарға осы бірінші рет түсіндірген кезде негізі outputs пен outcome'ның, яғни өнім мен нәтиженің арасындағы кішкене шатасып жатады. Яғни өнім дегеніміз ол сапалы емес, санды түрде, мысалы, қанша адам қатысты, қанша адамға әсер еттіңіз деген сияқты, бірақ та нәтиже сол сіздің жұмысыңыздың арқасында қандай нәтижелер шықты. Яғни, мысалға, егер 50 адам сіздің тренингіңізге қатысса, онда сол 50 адам соңында кәсіпкершілік туралы үйрене бастады деген сияқты, иә, былай айтсақ болады. Иә. Рахмет. Яғни, тағы да бір қосып айтатын, яғни импактқа келген кезде, яғни қандай әсер тигіземіз деген кезде, негізі біздің көп байқайтынымыз, алдындағы эпизодтарда айтып кеткен сияқтымыз, негізі көбінесе барлығы айтады, біз адамның өмірін өзгертіп жібердік деген сияқты нәтижелерді айтқан жақсы көреді, әсерлерді. Бірақ та сол кезде менің ойымша тағы да айтуға болатын, ол мысалға адамның жеке өмірінде, яғни индивидуалды түрде қандай әсер еттіңіз, агрегаттық түрде қандай әсер еттіңіз, яғни басқа салалармен қосылғанда, және систематикалық түрде қалай әсер еттіңіз, солай бөлсек, егер былай шынайы түрде сіздің қандай әсер етіп жатқаныңызды түсіндіруге болатын сияқты, кішкене объективті түрде, иә? Иә, бұл жерде және менің ойымша этикалық момент бар. Иә, әлбетте, андай маркетинг тұрғысынан көбі андай толықтай өмірді өзгерттік, біздің арқамызда мынау болды, анау болды деп жазғыларыңыз келетін шығар, бірақ бұл жерде сіздердің қазір ары қарай Гүлназ да ол туралы айтады, гипотеза туралы, иә, себеп салдар линиясы туралы да айтатын болады. Сол кезде қаншалықты расымен де сіздердің ресурстарыңыз және сіздердің іс-әрекеттеріңіз, активитиларыңыз жаңағы әсерге әкелді. Мүмкін сіз өзіңізге көп нәрсе алып мойныңызға көп нәрсе алып отырған шығарсыздар. Сол сұраққа да жауап беріңіздер. Жаңағы импакт деген жағын жазғанда, мүмкін сіздің іс-әрекеттеріңіздің масштабымен жазып қойған импактыңыздың масштабы бір-біріне сәйкес келмеуі де мүмкін. Ол рас. Рахмет, Құралай. Тағы да мен бір сұрағым бар осыған байланысты. Негізі ресурстарға қараған кезде, яғни ағылшынша айтсақ input, бұл жақта егер мысалға адам түрінде жаңа сен айттың ресурс болуы мүмкін, білімділік жағынан, эксперттік жағынан ресурс болуы мүмкін, немесе ақшалай жағынан, және қандай материалдар бар, иә, қандай сен айтып кеткендей компьютер бар ма, монитор бар ма, біреулер офис бар ма деген сияқты, иә. Соны мен айтқым келеді, егер мысалға біріншісі немесе тек қана мысалы екеуі ғана болса, жаңа әлеуметтік жобаны бастауға бола ма, оны қалай, сол жағынан қалай ойласа болады, енді әлеуметтік жобаны бастап жатқан әріптестерімізге қандай ақыл айтатын едім сол жағынан. Негізі, иә, ресурс туралы айтатын болсақ, енді ресурстың түрлері әртүрлі болады. Бастағанда әлбетте барлығы болғанын қалаймыз, иә. Идеально, ой, ғимаратымызда болса екен, ақша осыншама болса екен, анау-мынау деп сөйтеміз. Бірақ негізінде менің ойымша сіздерде жаңағы ең басты ресурстарыңыз ол адамдар. Иә, оны біреу жасау керек қой, ол ақша да болуы мүмкін, ғимарат та болуы мүмкін, идея да болуы мүмкін. Бірақ оны жасайтын команда болмайтын болса, онда
менің ойымша ол логикалық модель бір шын жобаға ұласа алмай қалуы мүмкін. Сондықтан егер сізде командаңыз бар болып тұрса, біріншіден сол командаңыздың компетенцияларын шынайы өздеріңізге жазып шығыңыздар. Сол кезде бұл сіздердің базалық ресурстарыңыз, сіздердің капиталдарыңыз. Одан кейін әлбетте басқа бар ресурстарыңызды жазып қойыңыздар, бірақ ең бірінші ориентир жасайтын дүние ол сіздердің командаларыңыз және командаңыздың потенциалы. Сол ресурстарға сай сіздер қандай активитиға мұрсаларыңыз бар. Соған сондай себеп салдар логикасын құрыңыз деп рекомендация жасайтын едім. Неліктен? Өйткені біріншіден, егер біз тым өзіміздің компетенциямызға сай келмейтін активитилар алып қоятын болсақ, онда бұл жерде біздің бенефициарларымыздың алдындағы жауапкершілігіміз рискке түсуі мүмкін. Мүмкін біз сапасыз немесе тіпті қауіпті, оларға харм әкелетін, бір кері әсер тигізетін жоба жасап қоюымыз да мүмкін. Біріншісі, менде андай біздің бенефициарларымыздың көбі өздері қиын жағдайда болғандықтан, оларды бір андай подопытный кролик секілді соларға істеп үйренеміз деген дүние шыны керек қатты маған жақын емес. Бірақ әлбетте бір жерде істеп үйрену керек. Бірақ бір жерде істеп үйренгің келсе, менің ойымша мықты командаларға барып солармен бірге үйрен. Сондай страховка болғаны мен үшін дұрыс. Білмеймін, мүмкін біреу бұрыс дейтін шығар, бірақ менің өзімнің этикалық жеке позициям сондай да. Ол біріншісі. Екіншіден, неліктен осындай жаңағы инпут пен активитидің ортасында сондай себеп салдар линиясын жасауға мен не берер едім рекомендация? Себебі сіздердің өздеріңіздің команда саны, команда тіпті сағат бойынша осы аптасына қанша уақыт беруге дайын, соны түсініп алған жөн. Өйткені сіздер мысалы өте ауқымды көп активити жазып қоюларыңыз мүмкін де, ал командаларыңызда бёрнаут болуы мүмкін, шаршауы мүмкін, содан кейін ары қарай істегісі келмей қалуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде олардың андай тәжірибесі, білімі, компетенцияларымен және олардың саны, өздері қанша адамсыздар және қанша уақыттарыңыз бар, соғанда қарап активитиларыңызды жазған дұрыс деп ойлаймын, осы линия бойынша ары қарай қарайтын болсақ. Және оның ортасында форс-мажорға да уақыт не салып қойыңыздар. Андай уақыт неге? Өйткені бізде ар жақта мысалы ақша делінген ресурс бар, мысалы серіктестер деген. Көбіне ақша жағымен де серіктестермен де неше түрлі жағдайлар болып жатады. Ол мына логикалық модель орындалып жатқан процесте ол кісілер кетіп қалуы мүмкін. Мысалы USAID-тің жағдайы болып жатыр, мысалы Трайбтың саясатымен ол серіктестік, ол қаржылық ресурстар ұйымдардан кетіп жатыр. Сол кезде ол кетіп жатқан кезде сіздерде қалатын, әлбетте командадағы адамдар да кетуі мүмкін, бірақ соның өзінде де олармен сіздерде байланыс тығызырақ жаңағы сыртқы серіктестерге қарағандықтан. Сондықтан менің бірінші рекомендациям солай шығар. Енді өз басым солай істеймін субъективті тұрғыны. Гүлназ, сен не істер едің? Сенде қандай рекомендация болатын еді? Менің ойымша бұл сен сөйлеп жатқан кезде маған негізі ойымда осы бір негізі логикалық модельді ең басында бір жасап қойып қоятын құрал ретінде қарастыратын сияқты, немесе грантқа беретін кезде сұрап жатса төреден алатын сияқты. Бірақ та менің ойымша бұл бір осындай тірі документ болу керек. Себебі сен айтқандай, мысалға жаңағы ресурстарды бастаған кезде, мысалы проектті бастаған кезде мысалға сізде адамдар болуы мүмкін, білім болуы мүмкін, бірақ қаражат болмауы мүмкін, бірақ соның орындары бір ауысып отыратын сияқты да проекттің әртүрлі кезеңдерінде. Сондықтан мысалға сіздер егер тұрақты команда жасай алсаңыздар, мысалға, яғни қаражатты да көбірек алып келуге мүмкіндік болатын сияқты. Немесе кейде жаңағыдай сен айтып кеткендей қаражат кетіп жатса, бірақ та сізде тұрақты команда, жаңағыдай институционалдық білім қалыптасса командаңызда, және де сіздер бір осы өздеріңіздің құндылықтарыңызға сүйеніп проектті жалғастыра алсаңыздар, онда менің айтқым келетін негізі бұлардың орны ауысып тұрады. Әсіресе әлеуметтік проекттерде бұған
өте үлкен маңыз беру керек сияқты. Сен айтқандай, мысалға бізде қаражат та адамдар да болған кезде біз керемет мысалы активитестарды әрекеттерді жоспарлап тастауымыз мүмкін, бірақ 2020 жылдан бері енді біз көріп келе жатырмыз, біздің реалиямыз күніге былайша айтқан кезде өзгеріп келіп жатыр. Біз жоспарламаған ковид болды, жоспарламаған мысалға көршілеріміздің әрекеттері, тағы да басқа нәрселер болып жатыр. Немесе Трамптың қайтадан біздің ақш-тағы үлкен донор ретінде әсер етуі сол экосистемаға. Сол үшін менің ойымша, мысалға, егер қазір адамдарыңыздың да мысалға ресурстары немесе қаржылай ресурстарыңыз да азырақ болса, онда сіздер соған байланысты әрекеттерді мысалы азайтып, адекватты түрде өздеріңіздің күштеріңізді бағалай білу керек деп ойлаймын. Сол үшін бұның да бір осындай бір тірі документ ретінде қарастыруға шақырамын. Иә. Көп рахмет, Гүлназ. Негізі менің ойымша енді бұл логикалық модель, ол жаңағы өзгеріс теориясы. Біз неге ұйым ретінде пайда болдық, жоба ретінде пайда болдық, біз қандай жаңағы челленджға жауап болып келіп отырмыз, және неліктен біз әсер ете аламыз, осылай әсер ете аламыз деп шештік деген үлкен рефлексиялық сұрақ бар секілді. Бұл жерде енді бұл рефлексиялық сұрақ аясында гипотеза деген түсініктеме басқа келеді. Сондықтан неліктен гипотезаларды тексеру маңызды, неліктен гипотеза бар болып, және бұл осы логикалық модель процедурасында қандай орын алатыны туралы айтып өтсек. Рахмет. Құралай, сен жаңа айтып кеткендей, кейде мысалға біздің ойымызға келуі мүмкін. Мысалға менде әлеуметтік кәсіпкер ретінде немесе осы жанашыр адам ретінде мен осы бір проблеманың бар екен деп ойлаймын. Сондықтан кейбір біздің әріптестер деп айтсам болады, енді өздерінің ғана тәжірибелеріне сүйеніп, өздерінің ғана өмірлік перспективасына сүйеніп бір жобаны немесе продуктты бастап кетуі мүмкін. Бірақ та тағы да айтатыным, иә, не үшін жасап жатқанын, кім үшін жасап жатқанын былай жоғалтып алуы мүмкін. Немесе мысалға шынымен жаңағыдай дұрыс этикамен келетін адамдар да болса да, бірақ та мысалға Connected-тің кейсін айтып кетейін. 2020 жылы біз бастаған кезде проектті біз ойладық, қазір балаларда құралдар жоқ, компьютерлар жоқ, сол үшін соны беруіміз керек деген сияқты. Біздің проблеманы шешудің сол бір жол болды. Бірақ та құралдарды бере бастаған кезде бізге ата-аналар жазып, звондап, біз сол құралды қалай қолданатынымызды білмейміз деп айта бастады. Сондықтан біздің, яғни бірінші гипотезамыз ол құралдарды беру ғана жеткілікті емес екендігін көрсетті. Яғни бұл жақта кім үшін, не үшін жасап жатқаныңызды әрдайым ойда сақтау керек деп ойлаймын. Себебі ағылшынша айтқанда мен осы Гарвардта осы бір сабақты беруге көмектесемін профессормен. Біз сол кезде айтатын ең көп сөйлеміміз fall in love with the problem, not the solution. Яғни қандай мәселені шешіп жатқандарыңызға көбірек назар аударыңыз. Сіздің продуктыңызға немесе сіздің жаңағы шешіміңізге емес деген сияқты. Сондықтан мысалға мен былай қатып қалып, жаңағыдай тек қана біз компьютерлерді бере беру керекпіз деген оймен жұмыс істейтін болсақ Connected-те, онда біздің проекттің пайдасы азырақ болатын еді деп ойлаймын. Себебі, әрине инфраструктураның маңызы өте көп. Ең бастысы осындай отыратын жер, интернет, құрал болу керек. Бірақ та егер мен ол құралмен не істейтінімді білмесем, онда оның түк пайдасы жоқ. Бірақ проектті ең басында концептуалды түрде ойлаған кезде біз ойлаған жоқпыз Connected осындай түрде болады екен деп. Яғни гипотеза, соны беру арқылы біз тексердік. Бірақ ең бастысы бұл жақта бенефициарларымызды тыңдай алу
қабілеті деп ойлаймын. Себебі кейде жаңағыдай болуы мүмкін, неге біз қолымыздан келгенше жасап жатырмыз, неге біздің бенефициарлар бізге риза емес деген сияқты ойлар келуі мүмкін. Ол да қалай айтсам болады, валидті түрдегі сезім, бірақ та оны сіздің жұмысыңыздың сапалы болуын тоқтатпау керек деп ойлаймын. Сол үшін Connected'тің кейсін жалғастыратын болсақ, біз біраз уақыттан кейін, яғни біз ата-аналарға звондай бастадық, яғни интервью ретінде сіздерге шынында да қандай көмек қажет, мысалға біз құрал берген жеткілікті ма, сіздер біздің курстарымызды тыңдай алып жатсыздар ма, тыңдамасаңыздар неге деген сұрақтар қойдық. Мысалға біз интервью жасап ата-аналардан сұрадық. Кейде мысалға біз күтпеген жауаптар келіп жатты. Мысалға интернеттің қымбатшылығы туралы көп адамдар айтты, бірақ та біз енді фокусымыз тек қана осы құрал мен цифрлық сауат болғандықтан біз ол жағынан қатты көмектесе алмадық. Бірақ та біз мысалға Билайн тағы да басқа серіктестермен сөйлескен кезде біз осы мәселені өзіміздің ойымызда сақтап жүрдік. Бірақ та біз ол интернет жағы тіпті үлкен мәселе болғандықтан біз ол жаққа тағы да ресурстарымыздың азшылығынан біз ол жаққа қарай кетіп қалған жоқпыз. Яғни логикалық модельге қайтадан сүйенетін болсақ. Сол үшін сауалнама, фокус топтар, сіздің жаңағы шешіміңізді қолданған дейін және қолданғаннан кейін қандай өзгерістер пайда болғанын осы бенефициарлармен тұрақты итеративті түрде диалог жасау керек деп ойлаймын. Көп рахмет, Гүлназия, сен айтып жатқан кезде жаңағы айттың ғой, өзіңіз проблемаға фокус жасаңыз, өзіңіздің шешіміңізге емес деп, күшті сөз болды екен. Мен өзім жаңағы social movement кәсіби тректен сабақ берем, и сонда мен осы проблема теориясы, өзгеріс теориясы туралы тақырып келген кезде қатысушыларыма мынандай тапсырма бергем, сол есіме түсіп кетті. Ол бірінші сен problem tree дейді ғой, соны салып бастаған кезде бірінші симптоматиканы саласың. Мысалы, мектептегі проблемаларды алатын болсақ, сен мектепке кіргенде көзіңе түсетін проблема қандай? Мысалы, балалар сабаққа кіргісі келмейді екен, далада қашып жүр, сабаққа кірмей. Ол просто симптом, көзіңе көрдің, соны көресің. Содан кейін жаңағы 5 неге деген не бар, тапсырма, неге балалар сабаққа кірмей жүр деп сұрайсың өзіңнен немесе жаңағы қасыңдағы әріптесіне. Өйткені олар жаңағы мысалы мұғалімнен қорқады, одан келесі неге мұғалімнен қорқады деген секілді. Сонымен оларға ол тапсырманы жүппен бердім. Бір-бірін сөйтіп қойыңдар. Біреу басында симптоматиканы айтады, содан кейін біреу мынандай проблема айтты, типа мұғалімдер мектепте әрдайым бір үстіден түскен өтірік шаралар жасаумен әлек. Осыны көремін дейді кірген кезде. Содан кейін екіншісі андай неліктен ондай шаралар бар деген секілді сондай сұрақтар қою керек қой. Кәнсерді екеуі де уже басына шешім тауған ғой. Сол шешім арқылы жауап бергісі келеді. Біреуі бүйтеді, сұрақты бүйтіп қояды. Неліктен дәл мұғалімдер оны істеу керек дейді. Ол айтады, жоқ, маған өйтіп сұрақ қоймашы, маған бүйтіп сұрақ қойшы, неге мұғалімдер оған жоқ деп айта алмайды? Мен тұра тұрыңдар, неге ондай ақылдасып жатсыңдар десем, біреу айтады, мен өзімнің сұрақтарым арқылы дейді, оны мынандай шешімге әкелдім дейді. Бұл іс-шараларды мұғалімдер емес, мектепте басқа бір позиция болу керек, типа ивент менеджер секілді. Сол адамға түсу керек. Ол шешім дейді. Получается, оның басында шешім бар, ол өзінің сұрақтары арқылы сол шешімге әкелгісі келеді. Екіншісі айтады, жоқ, ал мен сенен басқа сұрақтар қалап тұрмын. Себебі менің шешімім, мен мұғалімдерге автономиясын, дауысын күшейтуге көмектесетін тренингтер жасағым келеді дейді. Сонымен айтамын, тұра тұрыңдар, мен екеуің де шешімдерің, солюшндарың жаман деп тұрған жоқпын дейді. Бірақ сендердің ойлау процестерің бенефициарға пайдалы емес. Сіздер өздеріңізді бенефициардың проблемасына және басқа мүмкіндіктерде мүмкін сіздердің де идеяларыңыздан тиімдірек шешімдер бар. Сіздердің сұрақтарға шынайы, ашық жүрекпен жауап бермегендіктен өздеріңіз сұрақ
солай андай не деуші еді, сендер қастарыңызда өздеріңіздің жобаларыңыздың бар болуына себеп іздейсіздер, бірақ басқа толыққанды картинаны көруге дайын емессіздер деп. Сен жаңа сол нені айтқан кезде мен студенттерім есіме түсіп күлгенмін, мен сол тапсырма болған кезде екеуі де бүйтіп қалды ғой, жоқ деп. иә, негізі ол өте бір қалай айтсам болады, common, иә, өте көп таралған мәселе. Себебі ол адамның эгосына, иә, эгосы туралы көбінесе. Себебі біз өзіміздің шешімімізді жақсы көреміз, өзіміз ойлаймыз, осы бір керемет шешім ойлап таптым, адамдарға көмектеседі, неге дұрыс емес деп ойлауымыз мүмкін. Мысалға, менің басында, ең басында, енді қазірге дейін мен көп ойланамын. Мысалға, шынында да цифрлық теңдікке жету үшін барлық адамды, барлық балаларды компьютермен қамтамасыз ету мүмкін бе деген сұрақ менде әрқашан ойымда жүреді. Компьютерден қарағанда мүмкін телефондарды алып беру оңайырақ шығар деген сияқты, иә. Бірақ та мен ол ойға ашықпын, бірақ менің ойымша осы бір шынында да осы knowledge worker, knowledge economy'да осындай компьютердің өзінің басқа бір орны бар, оны қолдана алудың басқа орны бар. Бірақ та мен өзім шынымды айтсам, мүмкін телефон арқылы басқа біреулер шешу мүмкін осы цифрлық теңдік мәселесін. Мен оған ашықпын, бірақ та менің фокусым осы жақтан деп ойлаймын да. Бірақ та менің ойымша ашық болу керек. Сенен басқа да, осы сенің шешіміңнен басқа да жақсы идеялар болуы мүмкін деп. Оны әрине тағы да айтып отырмын, эго мәселесін көбінесе айтпаймыз біз. Осы әлеуметтік салада бәрі ойлайды, өте ой күшті адамдар осындай жұмыс істейді деп. Иә, мүмкін, бірақ та басқаларды ести алуға осы эго өте бір қалай айтсам болады, кедергі болуы мүмкін, иә. Мгм. Сол үшін, иә, сен айтқандай, мысалға мен өзім уже шығарып алдым, мен жаңа шешімді, жаңағы студенттердің кейсінде олар біраз уақыт жіберген, иә, ол мәселені ойлап табуына. Енді тура соған апару үшін уже олар өздерінің бенефициарлар туралы ойлап тұрған жоқ, өздерінің жаңағы өздерінің қанша уақыт жіберген, осы шешімді қалай тапқан туралы соған апару үшін позициялар сондай болуы мүмкін. Ол Мгм. былай айтқанда, менің ойымша өте адами тұрғыдан, эго тұрғысынан түсінемін ол жағын. Бірақ та өзімізді жаңағыдай, өзіміздің кемшіліктерімізді, өзіміздің байыстарымызды білсек, бізге оңайырақ болады. Нені біз өзіміздің призмамыздан ғана қарап отырмыз деген сияқты. Сол үшін жаңағыдай қайта айта береміз ғой біздің студенттерге де, мен көмектесетін сабақта, fall in love with your problem, not the solution. Fall in love with your problem, not the solution, иә. Яғни шынында да ойлайсың ба, осы шешім сенің айтып жатқан мәселені шешуге көмектесе алатын дегеніне, сен сияқты жаңағыдай өздерінің сипаттамаларын әкеле береді біздің студенттер. Бірақ біраз уақыттан кейін олар жаңағы пивот жасап, өздерінің шешімдерін өзгертіп жататын кездерде болады. Себебі олар айтады, мен осы гипотезам болды, мен оны бенефициарлармен интервью, сауалнама арқылы сөйлесуге тырыстым. Енді менің шешімім бірінші сіздерге презентовать еткендей емес, басқаша болып тұр. Себебі осындай маған бенефициарлар осындай инсайттар берді деп айтып жататындар болады. Сол үшін негізі кәсіпкершілікте, әлеуметтік кәсіпкершілікте осындай пивот жасау, яғни бағытын өзгерту, ол өте қалай айтсам болады, жақсы бір практика. Негізі оны былай қолдау керек деп ойлаймын. Себебі сол кезде әлеуметтік кәсіпкерлер мүмкін шынында да өздеріне осындай қалай айтсам болады, өздеріне мен осындай бағытымды өзгерту ол окей екен деп қарастыру мүмкін.
жаңа басында шығарып алған шешіміне қатып қалмай. иә бізде жаңағы сол сабақта мен айтқам, ең басты біздің мақсатымыз майндсетімізді өзгертуге тырысу, Мгм, мгм, ашық болу, жаңағы өз шешіміңе ғашық болмау деген секілді. Менің ойымша, және бұл жерде жаңағы жоспарлау туралы айтатын болсақ, мына бэкаут маппинг дейді ғой, артынан мгм, бастап жоспарла дейді, сол пайдалы секілді. Әйтпесе негізінде жаңағы активити тренинг жасағым келеді, мынандай нәрсе жасағым келеді деген, ол көбіне не ғой, активитиге жататын нәрсе, иә, ол жерде тоқтап қалмай жаңағы. Ал мен біз деген дүниеден кейін не өзгеру керек, иә, картина қалай болып өзгеру керек, ол өзгермес бұрын біз не көре аламыз, және бұндай өзгеріс болу үшін шынымен де біз не істеу керекпіз деген сұрақ менің ойымша ақырғы болады. Сол кезде ол көбірек бізге көмектесетін секілді. Және екіншісі, ол бір андай assumption mappingте жасаған дұрыс секілді. Өйткені әртүрлі контекстте, әртүрлі комьюнитилармен, әртүрлі активитилар, біреу тиімді болуы мүмкін, біреу тиімді болмауы мүмкін. Иә, қаншалықты сіздер расымен контекстті түсінесіздер, өздеріңіздің аудиторияларыңызды түсінесіздер. Мысалы, мүмкін оларға тренингтер келмейді вообще, иә, әлде тағы да басқа бірдеңке, иә, және оларда свет болмауы мүмкін, иә, интернетке ақшалар болмауы мүмкін. Бұндай контекстте жаңағы не жұмыс істейді, не жұмыс істемейді, қандай рисктер бар, иә, соны да бір түсінген дұрыс секілді. Өйткені біз басында андай классикалық активитиларды таңдап алуымыз мүмкін де, одан кейін неге жұмыс істемейді деп сөйтеміз. Мысалы, біз ақырғы рет Teach for Қазақстанда педагогтарды қолдауға арналған бағдарлама жазған кезде, оның алдында үлкен ниц анализис жасадық. Иә, біз барлық мектептерге барып фокус группа, интервью жүргіздік мұғалімдермен. И сол кезде тек қана проблема жайлы емес, шешімнің формасы қандай болу керек, иә. Мысалы, олар қандай мұғалімдерде Қазақстанда курстар өте көп, оларды оқыта береді, бәрінше мына бүйтіңдер сөйтіңдер, олар ондайдан шаршаған. Бірақ біздің ол интервьюлардан түсінгеніміз, біздің мұғалімдер жаңағы инстаграмдағы инфобизнесмендердің материалдарын, продукттерінің ең басты потребительдерінің бірі екен. Оларға өте ыңғайлы форматтар, ол жаңағы WhatsApp чаттар, оларда чат с экспертом деген нәрселер сатады ғой, Telegram неде. Сол жердегі жауаптар алу, сол жерде қауымдастың бір-бірімен сөйлесу. Бірақ ода андай тақырып басқа, иә, мысалы. Бірақ жаңағы сол форма олар үшін өте френдли, өте түсінікті, және бос уақытында андай сабақтан бос уақыт кезінде қарап істеуге болатын микролернинг процестері оларға ұнайды екен. Бірақ мысалы білім саласын қарайтын болсақ, оларды тура андай 5 күнге алып кетеді, курс жасайды, иә, сол жерде сөйтіп неді, ол жерде бәрі формально. Олар айтады, біз бір шай ішіп, неформально, өзіміз үшін уақыт өткізіп, сондай болғанын қалаймыз деп сөйтеді де. Сол кезде біз жаңағы инфо бизнестің формаларын қарадық. Ол жерде не бар? Расымен оларда сондай өте френдли чаттар екен, иә, сондай чаттағы өзінің рутиналары бар. Біз сол формаларды алып, жаңағы проблема контентіне әкелдік. Расымен де ол тиімдірек, өйткені адамдарға өзіне түсінікті формада олар өздерін сенімді сезінеді, мысалы. Сондықтан менің ойымша бұл жерде жаңағы assumption mapping жасаған дұрыс секілді. иә, ол өте қызық. Құралай, сен айтып отқаның. Ол менің ойымша осы байс, иә, өзіміз қандай перспективадан келіп жатқанымыз, өзіміздің бэкграундымыз қандай, және қандай ассампшндар жасайтынымыз туралы бір бөлек эпизод жасағанымыз дұрыс сияқты. Себебі сен өзің сол әлеуметтік мәселеге өзіңнің ойларыңды алып келесің, өзіңнің баблыңдағы ойларды алып келесің, бірақ та шынымен де бенсаларға не керек екені ол бір бөлек бір дүние. Және сен айтқан мысал өте қызық, себебі мен ешқашан да ойламайтын едім ол инфобизнес арқылы осындай сендердің learning journey-ді солай транслировать етуге болатын өте қызық мысал. Енді Құралай, осы логикалық модельді айтып кеттік. Негізі өткенде айтықпыз, иә, theory of change, ол да бір тірі құжат болу керек деген сияқты. Негізі стратегияға қалай күніге осы логикалық модельді қолдану туралы кішкене қысқаша айтып кетсең, біз ол туралы ой қозғадық, бірақ та соны бір мүмкін мысал ретінде айтқым келсе өте күшті болатын еді. Иә, менің ойымша біз логикалық модель жазған кезде
көбіне стратегияға үлкен мән беру керек секілдіміз, өйткені біз көбіне кейде андай микропроцесстермен ойлаймыз. Микропроцесстермен ойлау ол тиімсіз. Мысалы тренинг деңгейі, жаңағы іс-шара деңгейі ол тиімсіз. Стратегия деңгейі ол сіздерге іс-шара немесе жаңағы іс-әрекет портфелін жасауға көмектеседі, және ол расымен де сіздер жеткіңіз келетін нәтижеге әкелуі мүмкін. Мысалы, бұл жерде сіздер өздеріңіздің стратегияларыңызды таңдау үшін сіздер өзгеру мақсаттарыңызды түсіну керек. Сіздердің өзгеру мақсаттарыңыздың типі қандай? Мысалы, ол адамның андай behavior дейді ғой, сдвиг в поведении именно іс-әрекетінің бір мәдениетін өзгергенін қалайсыздар ма? Бір қауымдастықтың, мысалы, ата-ана қауымдастығының зорлық арқылы, қысым арқылы тәрбиелеу парадигмасын өзгергенін қалайсыздар ма? Бұл жерде именно behavior өзгеру. Екіншісі, әлде сіздер саяси немесе мәдени өзгерістерді қалайсыздар ма? Бұл жердегі енді стратегиялар мүлдем басқа. Немесе сіздер бір қауымдастықтың, комьюнитидің, топтың мүмкіндіктерінің көбейгенін қалайсыздар ма? Олардың мүмкіндіктері аз, сіздер солардың мүмкіндіктерін көбейтуін қалайсыздар ма? Немесе сіздер жаңағы бір қауымдастықтың толыққанды өмірінің құрылымын өзгергенін қалайсыздар ма? Бұл жерде сіздер өздеріңіздің өзгеріс типтерін түсіне алу керексіздер, және сол өзгеріс типіне қарай стратегия таңдау керексіздер. Мысалы, егер сіздер бір тақырыпқа қатысты саяси өзгерістерді қалап отырсаңыздар, онда сіздер сол саладағы заңдарды білу керексіздер. Сол заңдарды өзгерту аясындағы адвокация жоспарларын құру керексіздер. Бұл жерде сіздерге жай ғана қарапайым тренингтер өткізу жеткіліксіз болады. Немесе сіздер жаңағы сол сіздердегі активити форматтарыңызда KPI-ларыңыз сол тақырыпқа қатысты бүкіл фокус группаларға қатысу керексіздер, ашық алаң талқыларға мысалы. Ал егер расымен де жаңағы іс-әрекеттегі өзгерістерді қаласаңыздар, жаңағы ата-аналардың тәрбиеге деген көзқарасы деген, әлбетте бұл жерде жаңағы коучинг, тренингтер, тағы да бірдеңке секілді, сондай секілді стратегиялар болуы мүмкін. Білімге, лернингке қатысты стратегиялар болуы мүмкін. Сондықтан ал егер жаңағы capacity building туралы айтатын болсақ, мүмкіндіктерді нығайту, бұл жерде мүмкін жаңағы комьюнити құру, ресурстар беру, бір дағдыларын дамыту ма, әлде акселератор жасау да мүмкін. Сіздер мысалы сондай грант жобаларын, тағы да бір көшбасшылық, сондай әртүрлі. Мен просто қазір жай мысал ретінде айтып жатырмын. Бұл жерде все равно ниц анализ жасау керек. Бірақ бұл жерде сіздер жаңағы біздің өзгеріс типіміз қандай, жаңағы біздің соны түсініп, соған қарай стратегия таңдаған дұрыс логикалық тұрғыдан. Микро деңгейде ойламаңыздар. Ол микро деңгейдегі процесстер әртүрлі болуы мүмкін. Оны жаңағы ниц анализ арқылы білгенде жақсы. Жаңағы сіздер тіпті таңдай айтады ғой, инстаграмда мынандай нәрсе жасаймыз, тұра тұрыңыз, сіздің аудиторияңыз вообще инстаграмда отыра ма, отырмай ма, мүмкін олар в одноклассниках деген секілді енді. Или айтады, телеграмда күшті бүйтуге болады, сөйтуге болады дейді. Олардың біреуі де телеграмда тұрмайды, бәрі ватсапты жақсы көреді. Мысалы, сондай нәрселер. Немесе біз власть, мәншүкте осындай жазамыз, сол жерден көруге қойды олар. Ал сендердің аудиторияларың онда бар ма? Мүмкін сендерге жаңағы сәлем Сарыарқа, новости Абай, подслушано в Абай, мүмкін сіздерге сонда бару керек шығар деген секілді ғой. Ол одан кейін енді шешілетін дүниелер деп ойлаймын. Мүмкін жаңағы өзгеріс логикасын дұрыс құрғанға жаңағы стратегиялық ой өріс көмектеседі деп ойлаймын. Сөйтіп стратегия таңдаған дұрыс деп ойлаймын, қысқасы. Рахмет, Құралай, өте қызықты ойлау жүйесі сияқты. Бұл тек қана осы, яғни логикалық модель стратегияға да әсер етуі мүмкін, бірақ стратегияда кейінірек логикалық модельдің қалай өзгеріп тұруына да әсер етеді. Яғни жаңа біз айтып кеткен ресурстардың әртүрлі болуына байланысты, жаңағы активитилар, сол жаңағы сен айтып кеткен өзгерістерді, қандай өзгерістерді қалаймыз, сол бойынша информированный болады. Яғни бұлар барлығы бірге жұмыс істейтін бір механизм сияқты, бөлек-бөлек құралдар емес. Сондықтан түсіндіріп кеткен үшін үлкен рахмет.
Мгм. Енді менің ойымша біз қорытындылай келе, енді логикалық модель бұл, яғни ойлау жүйесі біз айтып кеткендей тірі бір документ болып есептелуі керек. Сәлем, Буся. А, бізбен Вот. бірге әңгіме айтуға келіп отыр ма? Иә, және жобаның не үшін қалай нәтиже беретініне сенімді болу үшін біз осы бір логикалық модельді құрастырып алу, ол бір сенім беретін сияқты. Иә, әлеуметтік жобада бір роудмап сияқты. Бізде қандай ресурстар бар, біз қандай жұмыс жасайын деп жатырмыз, қандай әсер күтеміз деген сияқты. Сол үшін кішкентай ұйым болсаңыз да, енді бастап жатқан бір әлеуметтік жоба болсаңыз да, осындай логикалық модель әрекетін жасап көруге біз ұсынамыз. Және де мүмкін біраз уақыт жұмыс істесеңіздер де, мүмкін бұрынғы логикалық модельдеріңіз болса, соны қарап шығып, әлі де сол мәселелер актуалды түрде ма, сіздерде стратегияңызға жауап бере ма, сол жағынан бір рефлексия жасаған дұрыс сияқты деп ойлаймын. А, Мгм. иә, осымен онда Құралай, сен қосатын бар ма тағы да? Болмаса біз Жоқ, менің ойымша тәмамдауға болады. мхм. Рахмет. Онда біз сіздерден күтеміз осы эпизод туралы ойларыңызды, және сіздерде логикалық модель бар ма, оны қалай қолданасыздар күнделікті өмірлеріңізде. Болмаса, қандай сұрақтар туындады, қандай, мысалға, кейде шатасу мүмкін, мен айтқандай жаңағыдай индикаторларды құрған кезде, немесе аутпут пен ауткамстардың арасында қандай айырмашылық бар екенін білу ең басында қиын. Шынымды айтсам, маған да түсіну қиын болған. Бірақ егер интернетте логикалық модель деп жазсаңыз, өте көп мысалдар көруіңіз мүмкін, сол да көмектесуі мүмкін деп ойлаймын. Сол үшін осы біздің эпизодымыз сіздерге логикалық модель жасауға кішкене бір инспирейшн берді деген үміттеміз. Сол үшін тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше. Көп рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.